құрметті тыңдармандар, бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз 21 ғасыр қазақ поэзиясы, тақырыптық, стильдік және идеялық жаңашылдықтар. Қазіргі қазақ поэзиясы 21 ғасырда ұлттық әдебиеттің көркемдік кеңістігін айрықша кеңейтіп, поэтикалық тілдің идеялық мазмұнның және форма экспериментінің жаңа белестеріне көтерілді. Тәуелсіздіктен кейінгі кезең әдебиеті социалистік реализм шеңберінен шығып, поэзияда жеке тұлғаның ішкі әлемі, тарихи сана сұрақтары, ұлттық болмыс және жаһандану әсері сияқты кең тақырыптарды қарастыру басталды. Зерттеуші ғалым Мүсілім Базарбаев қазақ поэзиясы жайлы зерттеуінде поэзияның жаңа жанрларының өсіп дамуы өлеңнің дәстүрлік формасымен бірге жаңа түрлерінің пайда болуы, бұған байланысты өлеңнің құрылысындағы өзгерістер ұлттық поэзияның тағдыры жөнінде біраз практикалық және теориялық қорытындылар жасауға мүмкіндік береді деген пікір айтқан болатын. Бұл кезең ақындары қазақ өлеңіне дәстүрлі өлең өлшемдерінің жаңа түрлерін әкелді. Ұлықбек Есдәулет, Тыныштықбек Әбдікәкімұлы, Есенғали Раушан, Гүлнар Салықбай, Жанат Әскербек және тағы да басқа ақындар поэзиясы осы тұстағы қазақ поэзиясының тақырыптық әрі түрлілік жағынан даму деңгейін көрсетіп берді. Өлеңнің тақырыптық, идеялық, көркемдік, бейнелілік жүйесімен қатар өлең құрылысы да жаңарды. Қазақ поэзиясын зерттеуші әдебиеттанушылар оның ішкі дүниені, психологиялық тереңдікті зерттеуге, тілдік инновацияларға және мәдени кодтарды жаңаша түсіндіруге ұмтылатынын атап жазады. Осы орайда біраз жас қаламгерлер поэзияда өз өрнектерімен ерекшеленіп жатқанын айтқымыз келеді. Классикалық үлгінің жолын жалғаушы аға буын өкілдері мен тәуелсіз елде туған жастар арасында алтын көпірліктер деп Маралтай Райымбекұлы айдар таққан тағы бір буын ақындарының шығармашылығы жайында да сөз қозғалмақ. Алтын көпірліктердің қатарына Маралтай Райымбекұлы, Ұларбек Дәлейұлы, Бауыржан Бабажанұлы, Мұрат Шаймаран, Әділ Ботпанов, Нұржан Қуантайұлы, Бақытжан Алдияр, Танакөз Толқын қызы секілді қаламгерлерді жатқыза аламыз. Ал жас ақындар поэзиясы толықтай 21 ғасыр мәдени кеңістігінде қалыптасып, поэтикалық тілдің экспериментіне, форманың еркіндігіне және жеке тұлғаның эмоционалды ахуалына басымдық береді. Бұл буын үшін поэзия ішкі сезім мен әлеуметтік контекстің тоғысында пайда болған жаңа тілдік форма. Біздің ұғымымызда тәуелсіздік жылдарында туылған жас ақындардың жырлары да өмірге құштар, болашаққа нық сенімді, шаттыққа толы шығармалар болу керек еді. Алайда, жаһандану дәуіріндегі поэзияда өлім, қайғы, күйзеліс пен мұң шер басым болып тұр. Адамның жалғыздығы арқау болған экзистенциалистік шығармалар көбейіп келеді. Жаңа қазақ әдебиетінің авторлары жастар поэзиясындағы 7 ерекшелікті атап көрсетеді. Қазақ поэзиясының 21 ғасырдағы дамуында ұлттық сана мен жаһандық поэтиканың тенденциялардың ықпалы айқын сезіледі. Бұл бүгінгі поэзияны зерттеушілердің ортақ бағасы және де қазіргі қазақ поэзиясы өзінің мән мағынасы мен эстетикалық мүмкіндіктерін кеңейткен жаңа әдеби процесс ретінде қарастырылады. Соңғы 10 жылдықта жастар арасында шығармашылығы танымалдылыққа ие болып жатқан Бақытжан Сәрсенхан, Талап Шерхан, Тілеген Асылан, Айдана Қайсарбек қызы, Бауыржан Майтайұлы, Бауыржан Мұрзақұлов, Нұрсәуле Толқын, Ерқанат Қуатбекұлы, Роза Аспан қызын атап өтсек болады. Талап Шерханның Адасқақ ойлардың аспаны, Тілеген Асланның Бойтұмар, Батырхан Сәрсенханның Мәңгілік гүл, Дүйсенәлі Әлім ақынның Ол құстың аты еркіндік, Ерқанат Қуатбекұлының Ақ жауын,
Бауыржан Мырзақұловтың «Ышық», Нұрсәуле Толқынның «Топырақ иісі» секілді өлең жинақтары тәуелсіздіктің 30 жылдығы қарсаңында жарық көрді. Осындай әдеби және ғылыми талдаулар қазақ поэзиясының бүгінгі эстетикалық бағыттары мен тілдік жаңғыруларын түсінуге мүмкіндік береді. Аға буын мен жас ақындар поэзиясы 21 ғасыр әдеби кеңістігінде тұтас ағым ретінде өзара сабақтасып, ұлттық көркемдік дәстүрді жаңаша жалғастыруда.